Ay böpem keyin kalgan elimde görermeken ay böpem keyin kalgan elimde görermeken igay o görermeken igay o görermeken Apa, menin Gazizam öjet boyla sulu kız boп өсіп келеді. Әке! Әй, айналайын. Әкесі сенсің әдемі, қызың өзіңе тартады ғой. Әй, әкесінің қызына мақтанып жатқан түрі ғой. Алып отырыңдар жарқындарым. Аллам, осы күнге жеткізгеніңе тәуба. Жасаған ем бәрі сенің арқаңда. Ал, апа, мен жол жүрейін. Батаңызды беріңіз. Әй, баламай. О, Құдай, жаратушы ем. Жалғызымның жортқанда жолын қыла көр. Жолдасын қыдырете көр. Аман барып, сау қайтуын нәсіп ете көр, Аллахым. Амин. Ай, баламай. Сол дүйсен мылжыңның барымтасына бармая қой деп едім. Есікті тоздырды ғой. Сенен өзгенің сөз өтпейді, сенен басқа адам жоқ деп. Қыстың көзі қырау. Жол болса ұзақ. Әй, баламай, баламай. Уайымдамаңыз. Келем. Аман барып келсең болар ет жарқыным. Жолда ұзақ. Жақып. Ау, апа. Жарығым. Сенен өзге сенеріміз жоқ. Апа, уайымдамаңыз. Мен тұра тұрған кезде аштан өліп, көштен қалмаймыз. Әке. Қызым, апаңа бас көз бол. Ғазиза жарқыным, әкеңді жолдан қалдырма. Әке, тоқташы өтінем. Ғазиза, үйге кір деймін. Тоңасын. Құдайым, әкем аман есен ұзақ жолдан тез оралса екен. Мен оны қатты сағынатын болдым. Ағаштың гүліндей ау, текеметтің төріндей ай, өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей ай. Ғазиза, жіңішке, сұңғақ бойлы, ақшыл жүзді Ғазиза, көрген көзге сұлулығын сездіретін жас, қара көзінде қалың уайымның салған ізі бар. Жіңішке, сұңғақ бойлы, ақ жүзді Ғазиза. Құдай-ай, Жақып қайтыс болды. Ой, Тәңірі, неден? Сүзетпен. Алыс жолға шыдамай қаза тауыптау. Жақып-ай, Жақып-ай. Ай, Таяй. Жастай кеттің-ау. Қызым қалды.
Апырай, не болып қалды қыздар? Жақыптан айырылып қалдық, апа. Жалғызым-ай! Жақыбым-ай! Айтып едім бармай-ақ қой деп, Жақыбым-ай! Ойбай-ай! Жақыбым-ай! Құдай-ай! Артындағы жалғызым-ай! Жалғызым! Бұлай болған несің, жалғызым? Ойбай-ай! Жақыбым-ай! Жақыбым-ай! Ай, жалғызым-ай! Ойбай-ай! Бұл қайткендерің! Құдай-ай! Бұл не қылғаның? Ғазиза-ау, кім келіп oldu? Шырағым, кім келгенін көріп келші. Құдайым-ай. Білмеймін, танымаймын. Амансыз ба, апа? Амансыңдар ма? Келіңдер, отырыңдар. Төрге шығыңдар. Ғазиза, келген ағаларыңа астан бер. Қарақтарым, алып отырыңдар. Біздің хал жағдайымыздың шет жағасын естіп, біліп келіп отырған боларсыңдар. Біз бір жетім жесір қалған панасыз бейшаралармыз. Бүкіл дүниенің ауыртпалығын арқалап қалған балапаным болса анау. Мен болсам, сайраған тілімнен басқа түгім жоқ. Қайратым қайтқан, бір аяғым көрде, бір аяғым жерде қалған қураған кемпірмін шырағым. Екі көзін бірдей құдай алып, су қараңғы болып отқан келінім болса мынау. Әрі-бері өткенде сондайлық бейшаралар бар еді-ау деп, естеріңе ала жүрсін деп айтып отырмын. Күндердің күні туып, жүдеп, жадап, біреуден қорлық, біреуден сорлық көріп отырған үстіне түсе қалсаңдар, көздерінің қырларын саларсыңдар. Жайымды айтып қояйын, ең болмаса жылы сөздеріңді айтарсыңдар. Жақыбым өлгелі 2 айдың жүзі болды. Біреуі туыс болып, мына бейшаралардың хал жағдайы не болып жатыр? Шаруа тіршілігі не болды екен деп есіктен біреу басы сұғып көрді ме екен? Бірлі жарлы келе қалса, мардымсып, сыздап, дәуімсіп келеді. Ел тізгінін ұстаған азаматсыңдар ғой. Сендерге зарымды айтпағанда кімге айтайын? Апа, Құдай сіз сыпайшылдық, артының қайырын берсін. Баламай, Құдайдың меннен аяған, ұрпағымнан аяған қазасы бар ма? Жастан шешем өліп, өгей шешемнің қолында жетімдіктің зарын өзім тарттым. Ендігі төрімнен көрім жақын уақытта Жақыбымның жаман артын естіртпе. Оның алдында деуші едім. Ол тілегім орындалмады. Құдайым-ай, осы күйікпен дертті көргенше шірісемедім. Апа, бастарыңыздан талай қиындық өтіпті. Құдай бір жәрдемін берсін. Ал, ендеше біз тұрайық, апа. Ғазиза жаным, келген кісілердің аттарына шөп керек секілді. Қызым, шам алып бар. Ай, сорлау отырсаңшы. Көрмейсің ғой ештеңені. 2 көзден айырылып отқан шешең мынау. Үйге сенер азамат жоқ. Шырағым, қалың киініп, кісілердің шөбін даярла. Киініп алсын. Қызым, бара ғой. Үйде сенер азаматымыз жоқ. Әже. Жарқыным-ай. Бара ғой жарқыным, шамыңды алып ал. Бара ғой жаным, бара ғой.
Құдай-ай. Ой, Ғазиза, қандай сұлу едің. Мен сенің сұмдық ойыңды білмей тұр дейсің бе? Тарт қолыңды. Мен сенің мазақ қылатын адам емеспін. Қалтай, жүр деймін саған. Шырағым, Ғазиза қайда? Мен шөпті алған соң құдықты таба алмай, соны сұрадым. Қызыңыз көрсетейін деп, қорадан біраз жерге шықты. Күн суық, боран. Содан құдықты өзім тауып, қызыңызды қайтарып жібергенмін. Мүмкін, мына суық боранда адасып кеткен болар. Ойбай-ай, не дейді? Ғазиза жаным қайда? Ғазиза, қызым қайда? Шырағым, Ғазиза! Ғазиза! Шырағым, Ғазиза қайда кеттің? Ғазиза! Әуелі, әкем өлгеннен бері басыма түскен ауыр хал көз алдымнан тежелестеп өтті. Ақырында соқыр болып мүгедектеніп отырған шешем қартайып, қайратынан айырылып, кемтар болып отырған кемпір әжем есіме түсті. Басымда бір ойыма келген нәрсе шешелеріме барлық көрген қорлығымды жылап зарлап айтып еді. Артынан әлгілерді ойлағанда ішім қыса болып, жас жүрегім жаншылып, бұл күнге шейін көрмеген азабымды тарттым. Құдай! Біреудің зорлығын, біреудің қорлығын көрсетпе деп тілеген. Осы тілегім қайда кетті? Бұрынғы бейнет, бейшаралық. Оның бәрінен де мына көрген мазақ не? Осынша қорлау, осынша рәсуалау не? Әкемнің қазасын көріп, мына маған бұл оңай меді. Жоқ, ендігі жалғыз тілегім
әкем мен бауырымның бейітіне барып, екеуінің арасында ішімдегі барлық азабымды көрген қиындығымды айту, дүниеде жетім болып жалғызсырап қалғандағы көрген қорлығымды шығару. Сағынам сені, туған жер, туған жер, туған жер. Ауылым көшіп барады, алмалыға кім көнбейді, тағдырдың салғанын аяп. Көрмегелі көп